Сәлем құрметті оқырманым, бұл видеода аурулардың психосоматикасы жайлы айтып өтемін. Осыларды тыңдап, өзіңізге сәйкес келетін болса, аурудан айығуға өзіңізге өзіңіз көмектесіңіз. Бұл жерде 28 аурудың психосоматикасы жайлы айтылады. Бірінші бас ауруы. Оның психологиялық себебі өзіңізді өзіңіз бағаламайсыз, өзіңізді өзіңіз сынайсыз, қорқасыз. Екінші, сүйек буын ауруларының психологиялық себептері: сіз өзіңізді басқалар жақсы көрмейді деп сезінесіз. Басқаларға өкпе ренішіңіз бар. Критикаға қала берем деп ойлайсыз. Критикалай бересіз өзіңізді. Үшінші, онкология, рак. Ішкі ауыр жара, яғни жүрегіңіздің түбінде ескі реніш жатыр деген сөз. Тыныштық бермей жатқан үлкен құпия немесе қайғыңыз бар. Төртінші, семіздік, артық салмақтың психологиялық себебі қорқыныш. Қорғанышқа деген қажеттіліктің себебінен адам өзіне артық салмақ қосады екен. Өзін қорғау белгісінде, өзін жаңағы басқа қорқыныштан, өзіне жайсыз сезімнен өзін қорғау негізінде артық салмақ қосады екен адам. Сезінуге деген құштарлықтың жоқтығы, қорғансыз сезінесіз өзіңізді қабылдамайсыз. Бесінші, асқазан ішек жолдарының аурулары, оның психологиялық себептері: қорқыныш бар ішіңізде, көп уақытқа созылған белгісіздік, құбылмалылық. Белгілі бір сол ортаңызда, сол қоғамда болып жатқан оқиғаларды, сол айтылған информацияны ішіңізде қорыта алмағаннан кейін осындай аурулар пайда болуы мүмкін. Алтыншы, тамақ аурулары. Өзіңізге деген сенімсіздіктен ашуыңызды ішіңізге бүгіп қаласыз. Өзгеріске деген құлшыныстың жоқтығынан туы мүмкін. Яғни бірдеңке ішіңізде айтқыңыз келеді, сыртқа шығарғыңыз келеді, бірақ сіз оны айта алмайсыз. Сол кезде тамақ аурулары пайда болуы мүмкін. Жетінші, өкпе аурулары. Депрессияға шалдыққанда, қайғырғанда, өмірді қабылдауға деген қорқыныш басым болғанда, өмірді толық рахаттанып сүруге деген өзіңізді лайық санамаған кезде осындай өкпе аурулары туындауы мүмкін. Сегізінші, аллергия. Біреуге, жаныңыздағы адамға кіммен қарым-қатынас жасайсыз, соған жаңағы шыдай алмайсыз, оны жақтырмайсыз, өз күшіңізге деген қарсылық жасайсыз. Яғни біреудің жаңағы істеген ісі, сөйлеген сөзі сізге ұнамайды, оған шыдай алмайсыз, сондықтан сондай кездерде аллергия туындауы мүмкін. Тоғызыншы, тері аурулары. Қатты уайымдағанда, қорқыныш, қорғансыздықты сезінгенде тері аурулары пайда болуы мүмкін. Оныншы, шаш түсудің психологиялық себебі. Барлығын мазалайтын жағдай деп ойлаймын. Бұл жерде ең бастысы стресс. Адам қатты стресс алған кезде шаш түседі. Жағдайды ушықтыруға деген қажеттілік. Яғни сіз өзіңізде ойлап аласыз. Жаңағы бір жағдайды төндіріп, түймедейді түйеде қылған кезде, жаңағы стрессқа түскенде шаш түсу пайда болуы мүмкін. 11-ші, запор, іш қатудың психологиялық себептері. Өткен шақтағы ойлармен қоштаса алмау. Яғни өткен өміріңізбен өмір сүресіз. Өткенмен қоштаса алмайсыз, өткенге байланып қалғасыз. Өткен өміріңізді айта бересіз. Сондай шақтарда іш қату аурулары туындауы мүмкін. 12-ші, қан қысымы. Шешілмеген бұрынғы эмоциялық проблемалар, бала күнгі махаббаттың жетіспеушілігі. Яғни, сол өзіңіздің проблемаларыңыз бар, оны шешуге деген жаңағы қалай шешетініңізді білмей дал болғанда, немесе бала күніңізде әке-шешеңіз сізге белгілі бір махаббатын бере алмаса, сондай кезде қан қысымы аурулары туындауы мүмкін. 13-ші, жыныстық аурулар. Бұл да өте актуалды сұрақ деп ойлаймын. Жыныстық аурулар ол деген өзіңізді қабылдамаған кезде болады. Яғни нәзіктіктен, өзіңіздің әйелдік қасиетіңізден бас тартқан кезде, өзіңізді қабылдай алмаған кезде осындай жыныстық аурулар пайда болады екен. 14-ші, көкірек аурулары. Өзіңізді соңғы орынға қоясыз деген сөз. Қамқорлықтың аздығы, шектен тыс сүйемелдеуді байқаған кезде осы көкірек аурулары туындауы мүмкін. 15-ші, көз аурулары. Өз өміріңізде болып жатқан жағдайларды көргеніңіз ұнамайды. Яғни ол болып жатқан жағдайды көргіңіз келмейді.
өзіңіздің мен деген тұлғаңызды шынайы көруден қорқасыз, өз-өзіңізді қайта айтқанда қабылдай алмайсыз, болашаққа деген қорқынышыңыз бар. 16-шы құлақ аурулары, қабылдай алмау, тағы да қырсықтығыңыз ұстаған кезде, оқшаулануды сезінген кезде, өз ішкі жаныңызды, даусыңызды тыңдамаған кезде, яғни өзіңізді қабылдамай, ішкі жан дүниеңізді тыңдамаған кезде осы құлақ аурулары пайда болуы мүмкін. 17-ші мұрын аурулары немесе гайморит, бұл дағы өз құндылықтарыңызды мойындамағанда. Әрбір адамның бойында белгілі бір құндылықтары болады, соны мойындамаған кезде іштей жылайсыз, жаңағы сізді қабылдамайды, мойындамайды деген сізде сезімдер болған кезде осы мұрын аурулары болады екен. 18-ші жүрек аурулары, ескі эмоциялық проблемалар, яғни қайтадан ескі өміріңізді өтіп кеткен нәрсені, жаңағы ескі жараның бетін тырнай бересіз деген сөз. Жаман нәрсені ойлай бергеннен кейін қуаныш жоқ сізде, күнделікті өміріңізде қуаныш жоқ, оған қарағанда қатыгездікке бару, стресске келтіретін жаңағы көп ойларды ойлау, сондай сезімдер бойыңызда болған кезде жүрек ауруларына шалдығуыңыз мүмкін. 19-ші витилиго, бұл яғни тері ауруына жатады. Барлық нәрсеге деген жатырқаушылық, яғни қабылдамау, тағы да айтқан кезде өз ортаңыздағыдай сезіне алмайсыз, айналаңыздағы ортаның адамы емессіз. 20-шы тіс аурулары, шешім қабылдай алмағанда болуы мүмкін. Немесе тағы деген бұл жерде әкеге реніш жатыр. 21-ші бауыр аурулары, өзгеріске деген қарсылық, қорқыныш, ашу, ыза, жеккөршілік сезімдері сізде басым болған кезде бауыр аурулары туындайды. 22-ші варикоз, өзіңізге ұнамсыз ситуацияларға түсіп қала бересіз. Мақұлдамау, көп ауыр жұмыс жасап жүрген сияқты өзіңізді сезінесіз, өзіңізге көп алып қойғандай сезінесіз, өзіңізді ұнамайтын сәттерге көп түсіп қала бересіз деп ойлайсыз. Қан аздық, анемия, қуаныштың дефициті, өмірге деген қорқыныш, өзіңізге деген сенімсіздік болған кезде осы қан аздық, анемия аурулары туындауы мүмкін. 24-ші астма, өз пайдаңыз үшін тыныс ала алмау, жабырқау сезімі, жылайтын кезде соны қысып қаласыз өз ішіңізде. 25-ші бедеулік, өмірлік процестерге қарсы тұру, қорқу немесе ата-аналық тәжірибеге қажеттіліктің жоқтығы. Ұйқысыздық, қорқыныш сезімі сізді билегенде, өмірлік жағдайларға деген сенімсіздік, өзіңізді кінәлау сезімі басым болған кезде осы ұйқысыздық сізді мазалайтын болады. 27-ші бүйрек аурулары, критика, көңілі қалу, сәтсіздік жағдайлары болғанда, яғни позорға қалған кезде, өзіңізді іштей позор болдым деген кезде, кішкентай баланың реакциясын жасайсыз. 28-ші безеу, угри, прыщи шыққанда, өзіңізбен келіспеушілік болған кезде, өзіңізді қабылдамағанда, өзіңізге махаббаттың былайша айтқан кезде жоқтығы, өзіңізге махаббатыңызды арттырыңыз. Сол кезде миыңыз сізге сеніп, жүзіңіз әдеміленеді. Құрметті оқырмандарым, осы психосоматиканың енді өзіңізге қарай қандай аурулар бар бойыңызда, сол бойынша анализ жасап көріңіз. Дәлме-дәл келеді ме екен? Егер солай кететін жағдайлар болса, өзіңізді бұл жердегі көп аурулардың көбінесе шешімі өзін қабылдамаушылықта жатыр. Яғни өзімізді жақсы көріп бастайық. Өзіңізді жақсы көріңіз. Жақсы көрмесеңіз де, мықты техника бар Луиза Хейдің. Айнаға қарайсыз да айтасыз: мен сені сүйемін, қандай жағдай болмасын, мен сені дәл осындай қалпыңда қабылдаймын және жақсы көремін. Өмірде неше түрлі жағдай болады. Мысалы, бір қателік жасап қойсаңыз, бір дұрыс бірдеңе жасамасаңыз, сол айнаға аласыз да айтасыз: мен сені бәрібір жақсы көремін.